Жылзап ше, бізде бір күшті ойын бар. Өтеді ше, анау ше. Ойнап берейікші, көріңізші қазір. Көріңізші қалай екен. Мысалы мен келем да, ойбай, ішім. Нұреке, не болды ішіңе? Ішің ауырса, дәрі ішіп алсаң, Нұреке. Кетші дәрімен қосылбай. Нұреке, ішің ауырып отыр ма? Иә. Нұреке, плед байлап алса, плед. Пледті басына жауып алшы. Не енді? Ішім бар, май. Соны айтып жатыр мен просто. Өте ма? Рахмет әште. Мені ішек қатып қалып бар ғой. Жеңше, қызықсыз ағуалдадың сол өтпейтін прикол ғой анау. Ең бар, конкуренттер ғой. Бұдан кейін вайн түсірмейтін болады. Өтіп. Қайттың ғой шай қаймызды. Болдың ба? Болмасын іштеңе заказ берген жоқпыз ғой. Үйге барып күштілеп тамақ істейтін бұл жер қымбат. Қойыңызшы, мен үйден ішпей осы жерге ішеміз деген жоқсыз. Енді әңгіме бар. Нұрс, айналайын бауырым. Үйді ремонттап отыр. Кеп кішкене көмектесіп өтші. Қойыңызшы, ана қайныңыз айтыңызшы, қап-қараған соған өзің жұмсасаңызшы. Енді оған қайтып айтамын, енді қайным емес па? Оны сіз айтпасаңыз мен өзім айтамын, мен оған. Кеттік, министрлік қазір-ақ айтып беремін. Ей, абайлаш оған айтам деп. Тоқта. Тірліктер бітіріпсі ремонттан ма? Дұрыс айтасың, кегің жақсы. Ана кафель дұрыстап жабыстыршы, өткендегі аналар дұрыс жабыстырмай кетіпті. Жөн, соның бәрін бітіріп тастайық деймін, жүрсеш? Дұрыс айтасың, ананы да бітіріп тастайшы, ана есікті тоқылдататын бар ғой, тық-тық дейтінде. Соны да істеп тұршы, сен күшті істейсің ғой соны. Жөн, түсініп тұрмын ғой, мен оның бір өзіңнің қолын... Істей берсе, саған бір мешайт етіп жатыр ма? Барып істесе, әніңіз қызық қой, істей берсін да. Не дейді? Мынаған қолын діңгейді, өзім істей берейік, қойшы, жүріңізші. Отыра бер. Звондай бермеші, әпшеммен жүрмей. Видеосын звондамайтын шығар мен. Кешке жолығамыз. Ойбайдың сонша айғалың кім? Қызым ғой. Ойбай қандай қыз ол? Мына қызым жүріп отырмын, қараңызшы. Ойбай, немене мынау айналайын, бой қысқа қой. Енді сен айналайын бауырым ау, сен өзің ойлашы, екеумізді қарашы. Мамамыздың бойы қысқа болғаннан кейін екеуміз қысқа болып туылды. Ертеңінде бойы қысқа келіншек алатын болсаң, одан да қысқа болады. Сенің балаң одан да қысқа келіншек алса, сөйтіп айналайын бір күн ұрпағымыз жоқ болып кетпесін. Одан да ұзын қыз ал. Немене басқара ол? Ұзын қыз қарамайды ғой ма? Қарайды. Немене қарамайды, еще как қарайды, қаратамыз. Менде бір сондай қыз бар. Тараздың қызы. Как раз бойы қысқа жігіт керек екен. Сонда бала шағалар средний рост болады. Ақ келдің ғой, енді кетпейсің ғой. Кетпеймін, бірақ ше, не ғой? Сен де бар ғой, бұдан кейін қыдырмашы. Қыдырма достарыңмен, содан кейін карта ойнамашы, пожалуйста, өтініш бар ғой. Ана түнімен жүрген жүрісіңді қойшы айналайын. Қалай қоям мен? Содан кейін сен үшін жанымды берем деп айтшы маған. Болды. Кетпеймін бұдан кейін. Сен үшін жаныңды беру керек па? Иә. Берем, ал. Ал. Бердім. Не апсың, бірден көп қалдың? Көнем. Бірден жаның не беріп қалдың маған? Қыдырмасам, жүрмесем, карта ойнамасам, жанның маған не керегі бар? Кеттім мен, все. Жоқ, тоқта, мен ойнап айттым. Ей, қыдыра бер достарыңмен. Шөт кетті, шөт. Ой. Енді мен қыз басымен төлемейді жарым, екеуің отырып. Мен ба не? Сен ғой шақырған. Ал, тұрайық, аумин деші. Аумин. Дастарханға береке берсін. Амин. Алла тағала менің жолымды болдырсын. Жолым болсын. Бағымды ашсын. Тек қана жақсылық дәулеттің бәрін маған берсін. Мен қайда барсам да жақсылықтар күтіп тұрсын. Амин, Аллах акбар. Не болды? Мен деп бізді қосса, бәрімізді аумин деп батаңды берсей дұрыстар. Шөт төлеген кім? Мен ба? Бұл маған берсін. Онда бізді төлей? Өзіміз төлейміз онда, кім? Әкеші шөтті айналайын. Онда бәріміздің жолымызды болдырсын. Бәріміздің деп өзіңді қоспай қойшы. Өзіміз төлейміз, бізді ғана. Бәріңнің жолың болсын, бәрің. Ойбай, бір боянатын зат алып, реңделу керек еді ше. Бір реңсіз болып баратырмын. Қазір деген боянатын зат көбейіп кетті ғой. Біздің кезімізде рахат еді. Тек қана Арифлейм еді ғой. Сапасы да күшті, қол жеткен алатын еді. Күшті еді сол Арифлеймдер. Апай, қазір де бар ғой Арифлейм? Әлі бар ма? Әліңіз не, сол үлкен компания ғой, жылдан жылға дамып жатыр. Мен бір ана Жансая Құлахметова деген подружкам бар, мынандай қыз. Соған хабарласыңызшы. Сіз білесіз ба, ол $500 айына осы Арифлейм маркасынан табады. Қойшы? Сонда әлі модадан қалған жоқ қой, Жоқ!
ау, мен сізге айтып отырмын ғой, Жансая Құлахметова деген қыз. Соған хабарласыңыз, түсіндіңіз ба? Ойбай, болды, не болды сонша? 500 мың талап деп отыр ғой. Жаңа $500 деп жатыр, 500 мың болып кетті ма? Доллар. Ойбай, мыналарың өстіп айғайлап жұмыс істейді ме? Не өлі? Саламатсыз ба? Саламатсың. Сіз Нұрлан Қоянбаевтың ұстазысыз. Не? Қарлаш апай, қуанып тұрмын, сізді мен көп іздедім ғой, қатты іздедім. Мен де Нұрлан Қоянбаев сияқты қылыңызшы. Болды? Мен де барлық айтқаныңызды істеймін. Онда бірден сабаққа көшейік, иә? Міне қара балам. Мынау Корея бізде. Көрдің ғой, иә? Иә. Ал мынау Африка. Көрдің ба? Африка, Корея, енді қара, мынау Америка жатыр. Көрдің ғой, иә? Содан мынау Африкадан Америка. Тоқтаңызшы, сіз сонда Нұрлан Қоянбаевтың қандай ұстазысыз сонда? Географиядан бері таппаймын ғой. Кеше ғана Нұрлан балам келіп, апай, Түркия қайда? Ай, Түркия мін тұр деп көрсетіп жүріп, бизнесін сол жерге жасауға кетті, айналайын. Мін, ол ертең Түркияға барады, мін, көрдің ғой, сөйтеді, бүйтіп, мін жүреді. Сен де барасың, сен түсініп отырсың ба мені? Мін, қара. Немене мәз болып отырсың, үйренсей? Не жазып отырсың? Не жазып отырған? Кітап жазып жатырмын. Ойбай, күлкімді келтірмеш, кітап жазып жатырмын. Кітап жазу оңай болды сендерге қазір, Әй, кітап дегенді көпті көрген, оқыған азаматтар жазады ғой. Сен не көрдің? Не жазбақшысың? Не оқыдың, айтшы? Дұрыс қой. Менің білмейтіндерімді біліп жүрсін деп жазып жатырмын елдерге. Ал менің білетіндерімді менен үйреніп алсын деп жазып жатырмын. Оны қоя беріңізші, так 990 теңгеден 100 тираж шығарсам, так 9 миллион 990. Ай, сен ақшасын есептейінше, ішінде кітап жазып алсай бірінші. Оны қоя беріңізші, ақшасын. Екі тақырып таңдап тұрмын, қайсы дұрыс? Білімсіздіктен білімдікке бағыт, сосын екіншісі түбіме жеткен білімсіздік. Құрметті менің оқырмандарым, сіз арық, бейшара болып көрінуден шаршадыңыз ба? Онда мен сізді өзімнің марафоныма шақырам. 20 килограмм салмақ қосып беріп сізді богатый көрсетіп көтеріп жіберіңіз дана. Не қосып беріп жатсың, не болып жатыр? Ой, салмақ қосып беріп жатырмын, өзім қалай семірдім, соны айтып елдерге ақша таппаймын ба? Қойсай сен бала, кеше білмейтін жазып кітап жазам дедin анау. Бүгінгі мынау қойсайшы. Жеңше, заманың түлкі болса таз болып шал деген ақша істеп қоймайын ба? Ол оп-оңай еще жеңше, семіру. Телевизордың алдында жатады, не келеді, алдына 10 минут сайын нан-пан жейді, сосын біреудің аккаунтына кіреді, жаман комментарий жазады, болды, сонымен семіреді. Ең болмаса комментарий жақсы жазыңдар деп айт. Болмайды жеңше, жақсы жазуға. Жаман жазу керек. Сол кезде анау жынданады, сол кезде сен рахаттанып жей бересің, аппетитің ашылады. Балғадиша Оралған белің нәзік Уақшырген Талғадиша